Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде математика сабағы. Математикадан бүгінгі біздің оқитын тақырыбымыз қарама қарсы бағыттағы қозғалысқа берілген есептерді арифметикалық тәсілмен шығаруды үйренеміз. Балалар, бізге тақтаға қарайтын болсақ, мынандай сызба берілген. Бұл сызба біздің кітабымыздың 121 бетіндегі екінші тапсырмада. Геологтер бір станциядан екі бағытқа жолға шықты. Бірінші топ жеңіл машинемен, екінші топ жүк машинемен жүрді. Сызбаны қара, одан қандай ақпараттарды білуге болады дейді балалар. Одан кейін есепті шығарамыз. Бұл жерде сендер қарап отырсыңдар балалар. В1, яғни бірінші машинаның, жеңіл машинаның жылдамдығы берілген, екінші жүк көлігінің жылдамдығы берілген, ара қашықтық берілген, одан кейін уақытты табуымыз керек. Балалар, бұл ол үшін біз ең бірінші қашықтау жылдамдығын, яғни аралары алшақтайды. Олай болса қашықтау жылдамдығын табамыз. Қашықтау жылдамдығын табу үшін В1-ге В2-ні қосамыз. Сол кезде бізге қашықтау жылдамдығы белгілі болады. Шешуі 60 қосу 40 тең 100. Балалар, бұл 100 км сағат бізде қашықтау жылдамдығы болады. Қашықтау жылдамдығы. Енді қашықтау жылдамдығын тауып алғаннан кейін, неше сағаттан кейін осы екі нысанның арасы 300 км-ге тең болады. Соны табуымыз керек. Ол үшін, уақытты табу үшін, сендер білесіңдер балалар, S-ті біз V-ға бөлетінбіз. Қазір S-ті V қашықтау жылдамдығына бөлеміз. S бізде 300 км-ге тең, ара қашықтық 300 км-ді бөлеміз 100-ге. Тең 3 сағатқа. Олай болатын болса, балалар, 3 сағаттан кейін жәнегі екі көліктің ара қашықтығы 300 км-ге тең болады екен. Балалар, бүгінгі біздің оқыған тақырыбымыз қашықтау жылдамдығын табу. Қашықтау жылдамдығын табу үшін В1-ге В2-ні қосады екенбіз. Жақындау жылдамдығымен шатастырмаймыз, балалар. Жақындау жылдамдығында автокөліктер бір-біріне қарама-қарсы келіп, аралары жақындайды. Ал қашықтау жылдамдығында керісінше олар жан-жаққа арадары алыстап, жан-жаққа кетеді екен. Осыны ескереміз.